Құрметті аналар, қазір бізде күз мезгілі. Күз мезгілінде біз балапандарымызға әртүрлі көкөністер мен жемістердің киімін күзгі балға кигізуге тиіспіз. Сіздерге тәрбиешілері әртүрлі киімдерді айтып отқан шығар. Менің де балама қарбыздың киімін киюге айтқан екен, өйткені қарбыз тақпағы қарбыз туралы болғандықтан. Былтыр біз баламызға жүзімнің киімін тіккізгенмін, осындай қылып. Енді мен қайтадан оған қарбыздың киімін тіккізбей-ақ, осыны үнемдеп, дәл осы киімге қарбыздың суретін жапсырып қоюды ойладым. Ол үшін біз қарбызға мынандай петр материалдарынан алып, қарбыздың түсі жасыл түс болса, осы жасыл түсті біз қиып аламыз. Мінекей біз домалақтап қарбыздың суретін домалақ қылып қиып алдық. Енді осыған біз қызыл түстен қарбыздың ортасы қандай болады? Қызыл болады. Сол қызыл жерін қиып аламыз қызыл түстен. Осылай қиғанымыз дұрысырақ. Осылай қылып қиып аламыз. Қиып болғаннан кейін қарбыздың бағана жасыл петр материалынан қиып алдық қой, соған осындай қылып тігеміз. Осындай қылып ортасына қызылды тігіп аламыз. Қара жіппен тіге берсек болады, өйткені қара жіп біздің қызыл етіндегі, жаңағы қарбыздың қызыл етіндегі қара дәні болып көрініп тұрады. Негізінен қара қаттырақ, қалыңдау жіппен тігуге болады. Сол кезде қара дәні қаттырақ болып көрініп тұрады. Болмаса басқа материалдан да, қара материалдан да кішкене домалақ қылып тігіп қоюға болады. Өздеріңіз білесіздер, мен енді осындай қылып істедім. Сіздер енді басқа қылып істеуге де болады, әркім өз ойын қосып. Мен осылай қылып істедім. Мінекей. Енді мен осыны былтырғы тіккізген жүзім киіміміздің үстіне тіге қояйын, өйткені менің уақытым жоқ, аз уақытым. Осы нені тігіп қояйын. Мінекей, мен тігіп де болдым. Және менің қызым шамалы маған кеңес берді. Гуашьпен де қара дәнін салып қойға болады ғой деп, сонымен мен мынандай қылып қара дәнін гуашьпен салып қойып жатырмын. Сіздер де сөйтіп салып қойсаңыздар болады екен. Мінекей, менің баламның ертең киетін қарбыз киімі дайын болды.